здесь болады да. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Рахматұлы жаңа 2026 жылы күнтізбелік жыл құтты болсын. Өкінішке орай Кентауда бұл жыл қайғылы оқиғамен басталып тұр. Бұның себептерін қазір толыққан түсіндіріп өтеміз. Біріншіден, қаза тапқан кісінің отбасына қайғыра көңіл айтам. Ал ауруханаға түскен 4 азаматқа Алла шипасын берсін, тезірек сауығып отбасыларына қосылсын. Ал нақты оқиғаға келер болсақ, қазір жаңалықтардан Түркістан облысының әкімдігінің парақшаларынан көріп жатырмыз. Нұралхан Көшеров, Түркістан облысының әкімі, өзі оқиға орнына келіп, мән-жайды анықтап, нақты шараларын көреміз деп хабарлап жатыр екен. Бұл көзбояушылық деп білем, өйткені бұл оқиғаның алдын алуға болатын еді. Оның екі жолы бар еді. Ең біріншісі, мен 2020 жылы дәл осындай оқиға болмасын деп, Кентау қаласында Панфилов көшесінде Азия кафесі өздеріне тұрғындармен бірге кіретін подъезге кіреберістеріне 25 килограммдық 2 газ баллон қойып қойған түсірген болатынмын. Серік Төлегеновке соны жіберген болатынмын. Серік Төлегенов деген кім десеңіздер, Кентау қаласының төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы. Қазірде сол, бұрыннан да соған жіберген болатын. Оның жауабымен қазір танысып көрсеңіздер болады. Төлегенов айтады, аталған оқиға бойынша өрттің туындауына алып келетін нақты факті болмауына байланысты кәсіпкерлердің кодексі жылы жауып тастадым, өрт шықпайды дейді. Төлегенов, мұнда келдім, алайда ешқандай заң бұзушылықты, адамның өміріне, денсаулығына зиян келетін ештеңе дейді. Бірақ та кез келген адам былай кіре салғанмен, мына кафе 2 пәтер наны байқайсыз. Мына бір қабаттан 1 метрден кем емес, кіреберісте 2 шланг тұр. Кішкентай бала болсын, ересек болсын, қызық үшін мына жерді кесетін болса, мынаның ішінде 2 газ баллон тұр. 20-25 килограммнан 2 газ баллон. Екеуінің жарылысы, мынаның кесу арқылы жарылысы неге алып келетінін төтенше жағдайлар бөлімінің, Кентаудың төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы 2 баллон жарылатын болса, одан газ шығатын болса, уланатын болса адамдар, сонда ешқандай зиян келмейді деп тұр. Міне, міндетті түрде адам шығыны болу керек екен бірдеңе жасау үшін. 2020 жылы мен қала әкімдігіне де, облыс әкімдігіне де, төтенше жағдайлар бөліміне де айтқам, бірге жұмыс істесейік, өзіміз санаулы халықпыз, адам шығыны болмасын, шыбындай болып кете бермесін шыбын жандар халықтың деп, осының алдын алайық деп, мына заңсыз салынған көп қабатты үйлердің астына салынған кафелерді қауіпсіздік шараларын сақтайық, соларды қадағалайық деген болатын. Бірақ ешбірі маған құлақ аспады, әлі де құлақ асып келе жатқан жоқ. Мен жақында көріп жатсыздар, бірнеше ай бұрын қайтадан сол мәселені көтеріп базарларға барып жатырмын. Халықтың, қоғамның көп жүретін жері ғой, сол жерде қауіпсіздік шаралары сақталған ба, өрт тілсіз жау, соның алдын алайық деп мен әкімдікке де, төтенше жағдайлар бөліміне де хабарласып жатырмын. Бірақ Нұралхан Көшеров те, оның қызметкерлері де ешбірі бір мүдделі адам емес сияқты, қызығушылық танытпайды, бірге жұмыс істеспейді, ақылдаспайды, іс-әрекет жасамайды. Осындай оқиғаның алдын алайық десем де көкіректен itергендейді. Қазір енді бір сыбыс келіп жатыр. Мен Түркістан облысының әкімдігі жақтан полицияға бір өтініштер болыптымыз. Оны нақты әлі факттарын көрген жоқпын, бірақ сондай сыбыс келіп жатыр. Жанбол Кентау қаласының әкімдігіне барып алады, жұмыс уақытында болсын, кешкі 19:00-ден кейін жұмыс уақыты біткеннен кейін болсын, әкімдікке жұмыс істетпей жатыр, бірдеңелерді айта береді, әкімдік онсыз да жұмыс істеп жатырға, анау-мынау, соны полиция айтып жатыр екен де, бір кәсіпкерді ма боп салады деп жауып жерсек болмай ма дептіміз. Бұл рас болатын болса, не сасқандарым Нұралхан Көшеров. Мен өзіме, үйіме бір кірпіш алып кеп беріңдер, көмір алып кеп беріңдер, газымның шотын жауып беріңдер деп атқан жоқпын ғой.
Маған көп нәрсе керек емес, маған ештеңе керек емес. Мен тек қана мүмкіндігі шектеулі жандармен жас аналар балаларын алып жүретіндей мынандай 30 сантиметр бордюрдан қиналып өтпесін деп соған пандус сұрап отырмын. Заң жүзінде бар ма пандус? 2012-тен бері бар. Сол не үшін орындалмаған? Базарлар салынды 2012-де, заң қабылданды, одан кейін салынған ғимараттар заң жүзінде сіздің әкімдігіңіз қалай қабылдап алдыңыздар? Заңға сәйкес болмайтын болса, бір мәселе, өрт болып жатыр, Жетісайда болып жатыр, Астанада болып жатыр, бәрі жақта отыр. Соның алдын алайық, есіктер сыртқа ашылу керек, ішке емес деп. Мен өткенде дүкендер түсіріп жүрмін. Кейбір азаматтар оны да түсінбей, не үшін кішкентай кәсіпкерге тиісіп жатсың, өзіміздің қазақ аяғынан шалмасай дейсіздер, әкімдікте халықты. Мен ешкім аяғынан салып жатқан жоқпын ғой. Мынау да кәсіпкердің ғимаратында болып тұр ғой. Оған да бармағанын сіздер талап етпегеннен, мен талап етпегеннен осындай оқиға орын алып тұр ғой. Соның алдын алайық деп жүрмін. Көп нәрсе сұрап жатқан жоқпын ғой. Маған ештеңе керек емес. Мен жай ғана қарапайым осы отандастарыма кішкене болсын септігім тигізейін. Заң жүзінде жазылған құқықтары орындалсын, мүмкіндіктері болсын деп жатырмын ғой. Соны түсінсеңіздерші, маған жала жапқандарынан не пайда болады? Бопты, үнім өшет, отырғызып қамап қоясыңдар жала жауып. Бірақ не шығады? Бәрібір оқиға орын алады ғой, өрт болады, жарылыс болады. Бәрібір соған жауап бересіңдер ғой кейін. Мен сендерге көмектесейін деп жатырмын ғой соның алдын алуға. Онсыз да қаңтарда 2022 жылы 1500 адамды бір өзім, бір шыбық, қалада бір шыбық, бір дүкен қирау демей-ақ қойын, бір шыбық сындырмай, бір жапырақ түсірмей, бейбіт өткізгенім үшін қамап қойдыңдар, қинадыңдар. Телефонда әкімдікті, президентті түсірген видеоларыңды өшір, біз қазір сені зорлаймыз, өйтеміз, бүйтеміз дедіңдер. Бәрібір мен бермеймін дедім ба, паролімді бермеймін деп берген жоқпын. Бәрі қолдарынан дым келмейтінін білесіңдер ғой. Не істейсіңдер, не қыласыңдар ондай әрекет жасап? Керісінше менің білімімді осы халыққа көмектесейін деген, сіздерге әкімдікке көмектесіп бірге жұмыс істесейік деген не пайдаланбайсыңдар бар кезімде. Бұл бірінші мәселе, газ баллондарды Кентау қаласының төтенше жағдайлар бөлімі тексермегендігі. Одан да маңызды мәселе, Кентау 3 жыл болды, Кентауға табиғи газ келгеніне. Жаңа видеодан көрермендер бәріңіз көріп отырсыздар. Көп қабатты үйлердің жанында құбырлар, газдың, табиғи газдың келген құбырлары жоқ. Кентау қаласына газ келген, бірақ не көп қабатты үйлерді газбен қамтамасыз етпей отырсыздар? Кентау қаласының әкімде Қазақгаз аймақ. Тұрғындардан сұрасам, не үшін табиғи газ қоспай отырсыздар десем, бір пәтерге 90-100 мың теңге сұрап жатыр дейді. Ана бір подъездің өзінде қанша ақша, о қыруар қаржының бәрін Қазақгаз аймақ әкімдік қай жерлеріңізге тығасыздар, түсінбеймін. Онсыз да жала қаласыздар. 1-1,5 миллион теңге кемінде жала қаласыздар. Тегін қызметтік көлікте жүресіздер. Қайда жұмыстайсыздар? Не үшін Кентауға келіп тұрған табиғи газды, не үшін көп қабатты үйлердің бәрін қамтамасыз етпей жатсыздар? Осының қазір адам шығыны болды, енді ғана жұмыс істейсіздер. Мен 2020 жылы бақандай 6 жыл бұрын айтып кеткен ғой осы мәселен бәрін. Менімен біріккендеріңізде мен сіздерден 1 миллион, 2 миллион айлық сұрап атқан жоқпын ғой. Мен өзім алдарыңызға барып көмектесейін деп барып тұрған адам итермелейсіздер. Соны пайдаланып бірге жүріп, соны қамтамасыз етсеңіздер болатын еді ғой қауіпсіздікті. Қазір енді облыстың әкімі келіп бәрін өзі шешіп тастайды деген ат. Не ол көзбояушылық екен адам бәрі біледі ғой. Міне дәл қазір алдарыңызға видеоны ұсынып тұрмын. 2020 жылғы төтенше жағдайлар бөлімінде әкімдіктің де бөлімінің жауаптарын көріп тұрсыз. Адам шығыны болмайды, адам өміріне ешқандай қауіпі жоқ газ баллоннан. Қазір енді бұрмалап келіп төтенше жағдайлар бөлімінің қолында ғой, газ баллоннан емес, басқа неден жарылыс шықты дейсіздер. Жаңа естіп жатырмын жас балалардан, сол жерге барсам, кальян жарылды. Кальян қалай жарылар? Халықты соншалықты бір миғұла көрмесеңдерш, ұят қой енді. Түркістан облысының прокуратурасы жаңа төтенше жағдайлар бөлімінің 2020 жылда мен жазған хатқа қандай жауап берген, соның алдын, қазіргі оқиған алдын алмағаны бойынша тиісті шарасын көрсеңіздер. Түркістан облысының прокуратурасы көзін жұматын болса, менің түсірген
Қанша жыл бойы түсіріп келе жатқанымда құзырлы органдарға бөліп мә жұмыс істе мына бойынша деп, солардың жұмысын қабылдап алып, мынауың дұрыс емес деп, оларға шара көрмей отырсыздар ғой. Демек, бас прокуратураның өзі осы назарын алсын, шара көрсін тиісті. Байланыста боламыз, тағы да бәле жауып қамалып кетпесем, хабарға шығам, мәліметтер бөлісіп отырам. Жамбыл Рахматулла жөнім. Мына жерде көп қабатты үйге жапсарлас етіп, әкімдік қосымша ғимарат бөлік салуға рұқсат берген. Өрт сөндірушілер жанынан кіре алмайды. Оған қарама қарсы үйді көріп тұрмыз. Оған да дәл солай жолы жабылып тұр. Өрт сөндіруші, мына жақта өрт сөнеді, өрт болатын болса, өрт сөндірушілер кіре алмайтындай етіп, бәрін жасап тастаған. Міне жапсарластырып, бергі бетін берсе бір жөн ғой. Бергі бетін кәсіпкерлікке берсін жарайды. Бірақ жапсарластырып, мына жаққа өрт сөндірушілер кіретін жолдарды жауып тастаған ғой. Мына бетте солай, бұрын кинотеатр, ресторан қылып жүрген жолдың бәрін тығыз етіп, жауып, өрт сөндірушілер кіре алмайтындай етіп қоршап тастаған көріп тұрсың. Мына жағынан, ар жағында мүлдем бұрын қаланы салған кезде жоспарлап, кеңейтіп, кең жолдар етіп жасаған, бірақ тәуелсіз қалғаннан кейін өзіміздікілер келді де бәрінен жабыстырып, ғимараттар салуға рұқсат беріп тастаған. Кейін мына жаққа көріп тұрсыздар үйлерді. Қалай келеді мына өрт сөндірушілер мына үйлерге, қалай көшеден кіреді? Жазым деген сақтық шаралары жоқ. Бәрін жазымды жіберсе, ол да қажет. Сақтансаң сақтаймын дейді. Жазымды бәрін құдайға жауап өргенмеді. Мынаны қосымша салғысып тастаған, салға болмайтын жерге көп қабатты үйді бір жекеменшік ғимарат етіп жүрген сияқты да. Екінші этажы, екінші қабат жанып кеткен. Мынаны қараңыз, зақым келгендігі соншалықты жарылыс. Мына бөлікке дейін келген ғой. Мына жаңадан түскен. Көріп тұрмыз, беткі қабаты. Мына үйге толықтай 5 қабат, 4 қабатты үйге міне толықтай зиян зақым келіп тұр ғой. Міне жарылысынан көріп тұрмыз ғой ортадағы не. Мына жаққа дейін жарылыстың әсер етіп, плита үстіндегі жабындысының өзіне дейін зақымын келтіріп тұр.